бүгін деген кәдімгідей біздің Машаға кәдімгідей жесткий пранк болайын деп тұр. Себебі деген ол деген қазір біздің кішкентай қалашықта емес, қазір шетелдер тұратын жерде емес. Біз деген бүгін барып Машаға пранк жасайтын боламыз. Яғни деген оның үйіне барамыз да барлық алмаздар мен барлық изумруттарын, яғни бүкіл байлығын ұрлап кететін боламыз. Қалайсың, родной? Сенімен бірге бұл мен аю. Қалай, барлық жақсы ма? Барлық күшті болса міне, мына лайк кнопкасымен, мына қызыл подписаться деген кнопканы басуды ұмытпа. Ал біз болсақ, бастаймыз. Біз деген кәдімгідей агент болып киініп алдық, көріп тұрғандарыңдай. Менің көзімдей мынандай очки, қап-қара очки, осындай очкиді киіп алып, мен ешкім танымас үшін. Біз енді мына шетелдерге баратын боламыз да. Че там, брат, не болып қалды? Кәдімгідейші, мына шетелдерін сұраймыз, біздің Маша қайда кеткенше, міне. Осы ғой деймін да, осы біледі ғой да, шетел, брат. Қайда Машаң қайда екен білесің бе, брат? Родной, бар ғой, көзің құртшын ашты, мен қайда білем, Маша деген мұнда емес, бар ғой, әше кетіп қаш біздің ауылдан. Деген мына шетелдердің бәрі деген кәдімгідей жесткий адамдар екен, бар ғой, кәдімгідей маған ешқайсысы көмектеспеймін дейді. Осы Маша менің ойымша біздің қалашықта жоқ сияқты. Егер Маша болатын болса, бұл шетелдердің бәрі білетін еді. Енді бізге осы қалашықтан Машаның үйін табу керек. Не болып қалды? Немене болды саған, а? Братной, бар ғой, Машаның үйі деген бар ғой, тура үйдің артында тұр. Білмеймін, ол охотаға кеткен, походу ше. Базар жоқ, все там. Все, ошың деген біз деген біліп алдық, ошы Машаның үйі қайда екенін. Енді деген кәдімгідей жесткий план, біз барамыз да Машаның үйіндегі барлық нәрсені ұрлайтын боламыз. Тихо, түрбілдіртпейміз, жетелді көріпсіңдер ма, кетіп қалды. Жетелге түрбілдіртпейміз. Машаның үйі деген анау ма? Базару, кезару, кәдімгідей дерзкейде тұрады ғой біздің Маша деген, Тоқта, мына жетелдерге білдіртпейік, жетелдер деген оның үйін охрана етіп жүруі мүмкін, көріп тұрғандарыңдай. Білдіртпейміз. Тихо. Түрбілдіртпейміз, көріпсіңдер ма, мен очкиде жүрмін, сондықтан ешкім білмейді менің Машадағы аю екенді. Тихо, былай барамыз. Ешкім жоқ. Машаның үйіне кіру үшін ешкім жоқ. Да, қарап тұрамыз, что-то немене бізге қарап тұр, братан, бізге қарамасашы, Тихо. Не дейді мына жерге? Не жазып кеткен мына жерге? Үйге рұқсатсыз кіргендерді айырам дейді. Базар жоқ, жесткий салып тұрды, көріп тұрсыңдар ма? Ауылдағы үйдің бәрі скучный, Машаның үйін қарасаңдаршы, жүннен тұрғызып тұрды, жүннен өріп жіберсең, только ортасында терезесі ғана қалайын деп тұр. Жарайды, тихо, кіреміз. Ана есік жабық қой. Бәсе, мына немеге мына жерге тұр десем бар ғой, мына есік жауып тастапты ғой. Газ енді біз деген мыналар жаңа ғана осы үйден шықты ғой. Значит, кілт осыларда бар. Газ деген біз осылардан кәдімгідей сындыратын боламыз да. Родной, мен бар ғой, тағы да сенен көмек сұрайын деген ғой, родной ше. Қалайсың, барлығы жақсы ма? Сенде, мне кажется, барлығы сенде жақсы сияқты. Братан, тоқта, қайда баратсың, брат? Мен сен бірдеңе сұрайын деген ғой, брат, маған. Машаның үйінің кілтін берші, Машаның үйінің кілті маған қатты керек, брат, жетер, родной. Машаның үйінің кілтін берші маған, по-братски кілтін берші маған, мынау таңдамайды дейм адамды. Бар ғой, Маша бұны білетін болса, мен айыратын, родной, бар ғой. Сондықтан мен ешқандай кілт сұрамашы, Машаның бар ғой. Деген кәдімгідей мына шетелдердің бәрін біздің Маша деген қорқып тастаған ғой да, жынау. Машаның кілтін бермеймін дейді ғой маған, Жарайды, бермесең мен барамын да сындырам ұрқы. Без айт, Маша. Ой, тихо. Түрбілдіртпейміз, значит, кіреміз. Давай, түрбілдіртпейміз. Анан қара, анау. Кәдімгі артық көзімен бақылдап тұр, анау дегенше бізді бақылап тұр. Керек болсын, анау немен тақ. Бізге керек нәрсе мынау ғой. Ал мынау че, жесткий төсек бар екен, анан қара, фонарын бәрін қойыпты. Тихо, білдіртпейміз, ешкім жоқ па? Дұрыстап тұрып қараймыз, ешкім жоқ. Тихара деген енді біз Маша қазір деген келеді дейді ғой. Араларды қара. Маша келмей тұрып бар ғой, мына жақта бірдеңе отыр ма? Тоқта, дұрыстап тұрып қарайықшы. Сиыр деп бұған жақта біреу жүр, мына жақта не бар? Ошы мына жақта ештеңе жоқ. Қазір деген Маша келмей тұрып, біз деген мынаны ашайық. Мұнаның ішінде немене бар? Маша деген неме жинап тастағаннан? Алмаз, изумруд дейді. Давай. Тез. Қалай жинайды, құдай-ау. Қалай жинайды? Нуппыз ғой. Тез. Мынаның бәрін жинайық. Тез жинайық. Уже Маша келе жатыр, походу ше. Маша деген жарайды. Алмаздан алайық. Мынаның бәрін былай жинап. Мынаның бәрін алайық та. Осын. Салақ. Болды, мне кажется. Маша келе жатыр. Болды, қаш. Тез мына жерден қаш кетейік. Да, нүгіл бам. Мынаған қара, нөгім да қарап тұр. Тоқта. Тихо. Мына жерге тығыламыз. Түрбілдіртпейміз, мына жерге тығыламыз, аха.
көріп тұрсыңдар ма? Мәнін көріп тұрсыңдар ма? Кәдімгі жосып көрінді, туар машаның охрана жетіп жүр. Сондықтан деген біз барамыз да кеттік мына жақ леске барып тығылып қаламыз, Маша келсе бізді айырады. Мен тек мына колокольчикті деген бар ғой, үйге біреулер кіретін болса қойып қойып едім ғой, немене дейін кім кіріп кетсе менің үйіме. Мына колокольчик неме шырылдамаған, мен соны вообще түсінбей тұрмын ше. Жарайды дейін басты, үйім аман ба? Үйім аман, төсегім аман, сандығым аман. Мынаның бәрі менде аман. Аман. Мынаның бәрі нормально. Тоқта. Сандығымды ішім керек. Ё-майо, мен сандығымдағы бүкіл менің изумрудтармен бүкіл алмаздарым бәрі қайда кеткен? Ё-майо. Кім тиісті? Кім кіруі мүмкін менің үйіме? Кім менің үйіме кіруі мүмкін? Қайда мына жердегі жителдер қайда? Жител, қайдасың? Жител, родной, бері қарашы. Менің үйіме кім кірді, сол маған дұрыстап тұрып түсіндірші деме. Мен саған охраняр ретінде бар ғой, мен саған ақша төлеймін ғой, сен неге менің үйіме қарамайсың? Қазір мынаны қара. Қазір маған бүкіл нәрсенің бәрін шешіп алдым ғой, мен қайда деймін, саған барлығын дұрыстап тұрып айтмаған. Қайда? Кім менің алмаздарыммен бүкіл менің изумрудтарымды ұрлап кеткен деймін саған? Кім? Житель, түсініп тұрсың ба сен мені? Житель, қарам бері маған, қара. Мынау кәдімгі маған қарамайды ғой, кәдімгі десе. Мына басын айландырып кеткен ғой, мынаған походу деген алмаз беріп кеткен ақа. Маған Маша родной бар ғой, маған ренжімес бар ғой, мен ешқандай кінәм жоқ бар ғой. Оның барлығын істеген Аю, білесің бе? Аю келді, сенің бүкіл нәрсеңнің барлығын алып кетті бар ғой. Мен ешкім ештеңе деп тыңдаған жоқ үшін мен кеттім бар ғой. Маша, маған тиіспес, пожалуйста, аха. Маған тиіспес, оның бәрін істеген Аю. Қалай Аю сонда? Аю деген менімен бірге келмейді ғой бұл жерге. Аю деген мүлде қалып еді ғой. Аю бар ғой, мен сені табатын болсам бар ғой, мен сенің бытшын шығаратын болам. Сен өйтше маған пранкстап жүрсің ба? Маған бар ғой, бүгін немедленно бар ғой, бүкіл изумруд пен бүкіл алмаздың бәрін қайтармайтын болсаң бар ғой, Аю бар ғой, сен менен таяқ жейсің. Мына күн шыға ма шықпай ма, тез шықсы бар ғой. Біз деген бүгін жеген бар ғой, біздің Аюға охотаға шығатын боламыз, бар ғой. Ол мені бүкіл изумрудымен барлық нәрсемді алып кетті. Мен деген жаяу жүріп шаршап жатырмын, сондықтан деген мына хрю-хруды ұстап алайық, бергелі хрю-хрю. Қайда кеттің ені? Үстіне саламыз да. Қалай отырады маған, қалай отырады? Қалай отырады маған? Қалай отырады маған? Осы, сол екен онда. Қалай отырады маған? Давай бергесеш мен саған отырамын. Мен даже отыра алмаймын ғой. Қалай отырады мына неге? Отырғызып айтыңыз. Қазір мен отырам бұған бар ғой. Қайтсем мен саған отырам, ұқтың ба? Қазір бар ғой, может деген нанбасаңыз жоқ. Мынаған басым, ештеген отпайды ғой мынаған. Тоқта. Вот, осылай отырады екенбіз ғой. Базар жоқ, давай. Қайда мен удочкам ғой да? Удочкам сол жақта ұстап жатсың ғой. Болды, кеттік, давай. Жүгір, чап. Мынау шаппайды? Давай, чапсыз. Базар жоқ, жарай, шаппаса чаппай қойсын. Біз деген кеттік, охотаға шығатын боламыз. Осылай ақырын болса да, міне бар ғой. Ақырын болса да, уверенно деген біз барамыз да. Барып бар ғой, бүкіл бар ғой, кімнің кім еді, ё-майо. Бүкіл бар ғой, Аюдың бітсін шығаратын боламыз. Себебі деген кім ол менің бар ғой, барлық нәрсемді ұрлап кетті. Мұны арттан ере бермеші, хрю бар ғой. Неме арттан еріп келе жатыр, өзім ақырын келе жатсам, неме шаппайды ма? Кесе шапсашы құрсын. Қазір біз бұны шаптырамыз ғой. Қалай екінші қолыма ұстадым, мен ұмытып қалдым уже бар ғой. Қалай екінші қолыма ұстадым, мен мынаны деген, вот былай істейді, жоқ, былай істейді, или қазір айтам, былай істейді, или былай істейді, білмеймін, қалай істейтін бар ғой, қалай істейді, вообще түсінбедім ғой. Давай, шапсашы, мен жүрмейтін біреуіне отырамын, мен походу шу жарайды. Сонда да бізге бәрібір, біз деген бүгін деген бар ғой, Айдың артынан охотаға шығуымыз керек. Қазір былай барамыз да, жан-жақтың бәрін ұстап тұрып қараймыз, ешкім жоқ. Бірақ деген бар ғой, біз деген берілмейміз бар ғой. Аю, қайдасың сен менен қайда қашып құтылам деп жатсың, неме өп кетті тағдай. Жарайды, суға түсем дейм, менен бірге суға түспе, кім қатырсың сен бар ғой. Мен арыз деп бар ғой, все-таки мұны Аюды таппадым бар ғой. Жарайды, деген келесі бөлімде сендер маған сол Аюды табуға көмектесесіңдер бар ғой. Сондықтан деген бар ғой, мына лайк кнопкасымен, мына қызыл подписаться деген кнопканы баса салыңдар бар ғой. Келесі видеода кездескенше, мен деген қазір бар ғой, мына жителдермен төбелесетін боламын.